Қайырлы күн достар, бүгін өте дәмді осындай қышырлақ чебуреки жасайтын боламыз. Үйде бар заттардан жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де менің видеома қарап жасап көрсеңіздер болады. Мінекей алдымен жылы суымызды құйып аламыз. Сосын тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Кішкене май тамыз жіберсеңіздер, өте дәмді әрі қышырлақ болып шығады. Дәл менің видеомдағыдай жасап көрсеңіздер, астына комментарийға жазып кетіңіздер. Мінекей, үйде бар заттардан жасалады. Ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей алдымен қасықпен жақсылап қоюланғанша қозғап аламыз. Сосын барып кәдімгі еттің қамырындай қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан кейін қайта қайтарып, сосын барып жаятын боламыз. Мінекей өте оңай. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Мінекей қамырымызды тура еттің қамырындай қылып жаятын боламыз. Жұқалығы да сондай болады. Мінекей бір келкі қылып жаямыз. Осылай пельменнің, мантының несіндей қылып кесіп шығамыз. Мінекей осылай қойып, кесіп, жан-жағын вилкамен басып шығатын боламыз. Мінекей ішіне салмасын салып, картошкамызды езіп дайындап алғанбыз. Енді соны ішіне салып жататын боламыз. Мінекей осылай болып шыға береді. Салмасын саламыз. Салмасына ішіне не салсаңыздар, өздеріңіздің қалауыңыз. Мінекей осылай салып жасап кете бересіздер. Өте оңай. Тез балаларға жасап берсеңіздер, балалар өте жақсы көреді. Әрдайым балаларға осылай жасап беремін. Тіске басар, өте дәмді, әрі жеңіл. Осылай жасап кете береміз. Мінекей енді тапамызға майымызды құйып, қыздырып болған соң, шетінен салып пісіре беретін боламыз. Мінекей осылай жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей екі жағын аударыстырылып пісіріп аламыз. Қазақша контентті қолдап, лайк басып, подписацияны басуды ұмытпаңыздар. Мінекей арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ас болсын!